Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Сандуғаш. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен пловтың дайындалу әдісімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі рецептермен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Бізге қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Бізге қажетті заттарымыз ет, пияз, сәбіз және күріш керек болады. Ешқандай қоспасыз, барлығы табиғи дәммен дайындалады. Өте дәмді болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Алдымен пиязымызды жақсылап бір келкі етіп турап алатын боламыз. Пиязымызды турап алып, барлығын турап аламыз. Турап алған пиязымызды тарелкаға салып қоямыз да, сәбізімізді турайтын боламыз. Пиязымызды салып қойып, енді сәбізімізді турап алатын боламыз. Барлығын бір келкі етіп турап алатын боламыз. Достар, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сәбізімізді бір келкі етіп турап алатын боламыз. Өте дәмді шығады палауымыз. Сәбізімізді турап алдық. Барлығын дайындап қойдық. Енді қазанымызды отқа қойып, қазанымызды газге қойып, майын құйып қыздыратын боламыз. Майды өздеріңіз шамасымен құятын боласыздар. Мен көз мөлшермен құятын боламын. Майы көптеп болса дәмді болады. Майымызды қыздырып алып, етімізді қуырып алатын боламыз. Бірінші етімізді жақсылап қызарғанға дейін екі жағын қып-қызылап қуырып алатын боламыз. Етіміз қызарып қалды. Енді пиязымызды қосып, пиязымыз да қып-қызыл болғанша қуыратын боламыз. Пиязымыз қып-қызыл болғанша қуырып, сәбізімізді қосатын боламыз. Сәбізді де бір қып-қызыл болғанға дейін қуыратын боламыз. Қақпағын жауып қойып, қуырсаңыздар болады. Дайын болған сәбізіміз, енді бұның үстіне кішкене тұз қосып, суын құйып, 15-20 минутқа қайнататын боламыз. Он 15-20 минут қазанымыз қайнап жатқан кезде біз күрішімізді жуып дайындап алатын боламыз. Қазанымыз қайнап жатыр. Енді дайындап алған күрішімізді салатын боламыз. Күрішімізді салып, суы тартылғанға дейін қайнататын боламыз. Суы тартылғаннан кейін барлығын бір араластырып жіберемін. Сіздер араластырмай өзін ақ күріш қылып жауып дымдап алсаңыздар болады. Мен араластырып аламын. Араластырып, орталарын тесіп, 30 минутқа дымдап қоятын боламын.
30 минутта уже тамағымыз дайын болады. 30 минутта салаттарымызды дайындап дастарханымызды жайып аламыз. Міне 30 минут өткеннен кейін тамағымызды салып алдық, етін турап. Видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге рахмет. Менімен бірге болыңыздар.